Алла тағаланың шеберлігімен ерекше жаратылған адамзат табиғатпен тығыз байланысты. Мысалы, бір жылда 12 ай болса, адамда 12 мүше бар. Бір жыл 365 күннен тұрса, Қытай емшілерінің айтуынша адамда 365 буын бар. Ал адам ағзасындағы қан тамырларын созатын болса, оның ұзындығы бүкіл жер шарын 2 рет айналып өтуге жетеді екен. Алла тағала адамды жұма күні жаратты, жайдан жай жаратқан жоқ, су мен балшықтан жасап шығарды. Қасиетті Құран Кәрімде біз адамды нағыз балшықтан жараттық, содан кейін оны жатырда тұратын тамшы су қылдық. Сол тамшыны ұйыған қан жасадық. Ұйыған қаннан кесек ет жасап, кесек еттен сүйек жасадық та, сүйектерге етті қаптадық. Сонан кейін оны басқа бір жаратылыс қылып жан салдық. Алла шебер жаратушы деп жазылған. Яғни қарап тұрсақ, су мен балшықтан жаратылған адам шын мәнінде табиғатпен тығыз байланысты екен. Халық жұмбақтарының бірінде дүниеде бір ағаш бар, түбі жуан, 12 ұл 62 қыз бір күн туған деп айтылады. Мұндағы 12 ұл адамның 12 мүшесі, 62 қыз адамның 62 тамыры, ал ағаш адамның өзі екен. Расымен ақ әрбір жаратылыс сыр мен өзіндік құпияға толы екен. Ол ең алдымен Алла тағаланың шеберлігі. Адияр Албай, Жүсіп Дәулетов, Алматы телеарнасы.